Ән мен күйді серік еткен сал-серлерді тек өнерпаздық қырынан ғана тануға басымдық беріп келеміз. Көзі ашық, көкірегі ояу олардың азаттық үшін күресіп, қуғын көргені көбіне назардан тыс қалып жатады. Серлерге тән айта беретіндігі, ұлықтарға сын айтатыны. Сол себеп таяқ та жеген ғой, жаңа Азнабайдың Поштабайынан таяқ жеген. Біраз уақытқа дейін Жанботаға барып, Біржанның поэзиясын, бір жинақтарын қарасаңыз, мысалы Жанботаға барып айтып жүріп, біраз уақытқа дейін айтып жүріп та, есемді алып бер деп жаңағы. Мені сабап кетті заңсыз деп. Бірақ Жанбота Азнабайдан қорыққан, өйткені Азнабай сұмдық үлкен әлеуетті, үлкен ықпалды. Омбының өкіметі, шекаралық өкіметтің өзін не ықпал ететін үлкен адам, орыстардың қанында сыйлы 16 мың жылқысы болған, оған ешкімнің әлі жетпейді. Сондықтан Жанбота сол бата алмаған болу керек. Сонымен Біржан сол таяқ жедім деп өмір бойы айтып кеткен. Біржан сол жаңағы ұлықтардың алдында басын имейтін болған. Біржанның әндерінің кульминациясы өте биік болады. Осы енді Біржанның әнін орындау үшін әншіге үлкен биік дауыс керек болады. Мысалы көрдіңіз бе? Содан кейін Біржанның ерекшелігі, Біржаннан кейін әсетте болды ол ерекшелік. Өте биік кульминацияға жетеді шарықтап шегіне. Содан кейін бірден қолдырап төмен қарай түсе салады да, жаңағы құздың төменде түсе салған сияқты. Ақын сері әндерінде де шырқау биікке өрлеу бар, бірақ оның туындылары нәзік иірімге құрылған. Үлкен сезіммен, адуын мінезбен орындалатын Біржан Сал шығармашылығын мұхит пен әсет әндерімен ғана салыстыруға болады деп байлам айтады өнертанушы ғалым. Ләйлім Біржан Сал шығармашылығынан үлкен орын алады. Ләйлім Шырақ, Көлбай Жанбай, Шидер сияқты әндер Ләйлімге арналған. Біржан Сал фильмінің сценарий авторы Таласбек Әсемқұлов бұл туралы былай дейді. Шын өмірдегі Біржан негізі Ләйлімге қосылған. Ләйлімнен кейін Айтбай деген бір қызға қосылған. Қариялар, шежіре, жақсы ескі әңгімені көп білетін шалдардың айтысына қарағанда, сол Поштабай сабағаннан кейін оңалмады дейді ғой Біржан. Өйткені халықтың еркесі, керемет, шалқақтап жүрген адам, бір Поштабай келеді сабақ кетеді. Оның кейін оның есесін алып бермейді ешкім. Не өкімет орындары ештеңе демейді, не өзінің ағасы Жанбота, інісі, ол ештеңе демейді. Сонымен бұл есесі кетіп, содан шалыққан дейді, шалықтап ауыра бастаған деп айтады. Сонда бір деректер бар, өте сирек айтылады. Біржанның қолы көгеріп, қанталап, содан ауруға шалдыққан деп айтады.